Мен қазақ елінің азаматы Дәурен Сұлтанғали, Қостанай қаласынан боламын. Осы видеоролигімді қазіргі қазақ елін басқарып отырған заңсыз президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және қасындағы ел басқарып отырған ақылшыларға, советниктарға арнаймын. Егер де тыңдайтын құлақ болса, біздің талаптарды, қарапайым халықтың талабын қашан орындайсыңдар? Қашанғы осы шіріген жүйені жалғастыра бересіңдер? Кейін тарихта қара беттердің қатарына тізілеміз деп ойламайсыңдар ма? Кейінгі ұрпақтарына қиын болады-ау деп. Өтіріктің құйрығы бір тұтам. Мына біздің талаптың біріншісі Ресейдің Украинаға ашқан соғысы, спецоперация деп ашқан соғысына біз түбегейлі қарсымыз және қолдамаймыз да. ОДКБ мүшесінен шығуды талап етеміз Қазақстанның. Былтырғы қаңтар оқиғасында болған қазақтар аталмайды, ОДКБ-ны шақыру керек деп, ескертусіз оқ атып, қолдарында қару да жоқ, ештеме жоқ, таяқ та жоқ. Бейбіт шеруге шыққан халықты қырып тастадыңдар. Соны бейбіт шеруге шыққан халықтың, қырылған азаматтардың, азаматшалардың, боздақтардың отбасыларына құн төлеуді талап етеміз. Жазықсыз саяси тұтқынға сотталып кеткен 15 жыл, 16 жыл, 10 жылға дейін кеткен жаңағы саяси тұтқындарға бәріне бостандық талап етеміз. Сосын ассамблея дегенді таратылсын. Ассамблея. Қазақтың құқығы тапталып жатыр, сөз бостандығы жоқ. Қазақ тілі мен орыс тілі қатар жүрсін дегенге түбегейлі қарсымыз. Қазақ тілі бірінші орында болу керек. Арғалай әрі қайсысы өзі біледі қай тілде сөйлеседі. Мойындаймыз, қазақ елі зайырлы мемлекет, көп ұлтты мемлекет, бірақ қазақ тілі бірінші орында тұру керек. Біздің қарапайым халықтың талабын орындамасаңдар, түбі жаман болады. Осыны ескертеміз сендерге. Егер де демократия жақсы дамысын десеңіздер, халықпен бірге жұмыс істеңіздер. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Қуаныш Досжан. Қазақстанда болатын соғысқа қарсымын. Қазақстан мемлекеті ОДКБ-дан шығын қатаң түрде талап етем. Мен Сембаев Қалибек, қазақ елінің соғысқа қатысуына қарсымын және Қазақстанның ОКДБ ұйымынан шығуын талап етемін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Жандарбек Амангелдіұлы, соғысқа қарсымын. Қазақстан мемлекеті ОДКБ-дан шығуын талап етемін қатаң түрде.